менің шәкірттерім. Барлығымыз енді топқа бөлініп алайық. Олай болса, бірінші топқа мінекей Азамат, Айлана, Ару, Сырын тобына, жетімге бөлінішіна. Бұл топтылық пен зеректік жетілістікке де өзі математика сабағы, математика сабағының бастамасы сынында үш топқа бөлінеді. Бірінші топ шеберлік тобы, екінші тобымыз шабыттанып тұратын шабыт тобы. Үшінші тобымыз өте мықты жұмыс жасайды. Яғни зерттеу сабақта үш таңбасына көбейту және бөлуді яғни мақсатымыз балалар көбейту мен бөлудің алгоритмдерін білу. Яғни сіздер бүгінгі мақсатымызда көбейту мен үш таңбасына бір таңбасына көбейтуді, үш таңбасына бір таңбасына бөлуді меңгереміз. Яғни білгенде олар біздің бүгінгі сіздерден бірге ағалаймыз жылқы әдісі бойынша жылқыны көрме мысалы артайда жылқысы бүгін қанша орындауға жетуші қанша мақсаттарды орындауымыз үлкенін Айлана, Азамат барлықтарын атып жүрміз жылқы. Сондықтан осы бойынша бастаймыз. Сабақты бастамақ болу кім жылдан ойнамайсыз? Ала кетті балалар. Бесбен қосыңыздар. Біздің есте сақтау қабілетіміз бірден жаттап алмайды. Есте сақтау үшін бірнеше рет қайталап жаттаймыз. Бірақ жаттау үшін түсіну жеткілікті. Екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту алгоритмін есіңде жақсы сақтаған боларсың. Бүгін үш таңбалы санды бір таңбалы санға қалай көбейту керек екенін білесің. Сонымен көбейткіштерді бірінің астына бірін, ал бірліктерді бірліктердің астына жазамыз. Көбейтуді бірліктерден бастаймыз. Екіні үшке көбейтеміз, 6 шығады. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. Әрі қарай екіні 2 ондыққа көбейтеміз, 4 ондық шығады. 4-ті ондықтардың астына жазамыз. Енді екіні 1 жүздікке көбейтеміз, 2 жүздік шығады. 2-ні жүздіктердің астына жазамыз. Жауабы 246. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейтуді баған түрінде орындаған ыңғайлы. Енді бұл әдісті қолдануды білесің. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтуіңізде ең бірінші қандай оқылады оқыңдаршы қандай? 240. Нешеге? 200 бар, 4 ондық бар, 6 бірлік бар, иә? Яғни 3 пен 6-ны көбейтсе 18, бір ойда, иә, балалар? 3 пен 4-ні көбейтсе ойдағымен дұрыс бірлік жазып мұнды қойға кетеді, 3 жеті екен. Ойдағымен 738 көбейтіндінің мәні 700. Қоймаға 312 килограмм кәмпит әкелінді. Оларды 3 жәшікке тең бөліп салды. Сонда әр қорапта неше килограмм кәмпит болды? Әр қорапта неше килограмм кәмпит бар екенін табу үшін 312-ні 3-ке бөлу керек. Мысалды баған түрінде жазамыз. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. 3 саны 3-ке бөлінеді. Ендеше бөліндінің мәні 3 таңбалы сан болады. 3-ті 3-ке бөлсе 1. Тексереміз. 1-ді 3-ке көбейтсе 3 болады. 3 азайтылған 3 тең 0. 0-ді жазбаймыз. 1-ді көшіріп жазамыз. Екінші толымсыз бөлінгіш 1. 1 санында 3 0 рет кездеседі. Сондықтан бөліндінің мәніне 0-ді жазамыз. 2-ні көшіріп жазамыз. Үшінші толымсыз бөлінгіш 12. 12-ні 3-ке бөлсе 4 болады. Тексереміз. 4 көбейту 3 болады 12. 12-ден 12-ні азайтамыз 0. Санды толығымен бөлдік. 104 шықты. Есептің жауабы әр қорапта 104 килограмм кәмпит. Жарайсың, бәрекелді. Баған түрінде орындап жатырмыз. 3 таңбасаны, 4 таңбасаны көбейтуге. Сіздерде орындап жатырсыздар ма? Бәрекелді, жарайсыздар. Дұрыс. Ал мен көбейтсем, ойдағымен? Дұрыс. Ал
Altı bir koysa altı oydamen keldi. Öte keremet, jarraysın meneki. Keremet. Otura koy. Al endi aytdim, түсіндіре koy. Төрттің көбейтсіз. Қанша болды? Сендерді жазып отырмын дәптерге? 68 болды. Балалар, үштен басады, бірден басады бөлімге. Бөлу амалын қабілеті атайшы. Бөлу амалын қабыл енді. Тамаша. Оларымызды қайса бөлу амалын бірісіне сен шығамыз. Аныр, сен келе қой, Лимана келе қой. Тамаша жұмыстарын жасап қойыпты. Ой, мінекей зерде тобын қараңдаршы. Алда келе жатыр. Қандай керемет балаларымыз. Мінекей, ой, бәрекелді. Бірінші толымсыз бөлінгішін қанша болды? 5, 8. Бәрекелді, 8 пен 5-тің бөлінісі дұрыс. Екінші толымсыз бөлінгіші? Үшінші толымсыз бөлінгішін қанша? 5-те 5-ке бөлгенде неше дейді? 1-ден бердің, е? 5-тен 5 тапсақ 0 болады, е? Жарайсың, керемет. 684 пен 3-тің бөлінісі 228 болды. 728 пен 2-нің бөліндісі қанша болды? 228 пен 2-нің бөлінісі 364 болды. Тамаша, ал әмір айта қой. 728 пен 2 бөлінісі 364 тең. Үшінші толымсыз бөлінгішін қайсы? Үшінші толымсыз бөлінгіш 828. Тамаша. Балалар, бізге жеке жұмыс тұрсыздар. Өте белсенді, біздің сыныптарымыз керемет орта шықты. Енді топтық жұмыстар неге барды? Экс бақылау, бұл жерде теңге өсіп шығарасыз. Теңге дегеніміз не? Теңге дегеніміз құрамында белгісі саны табу. Бәрекелді. Олай болса бірінші топ пердер келе қойды. Шеберлік тобынан. Енді шабыт тобы келе қойды. Шабыт тобы. Енді зерде тобынан. Уақыт 2 минут уақыт береміз. Ой, мінекей қандай шеберлік тобы керемет, жақсы орындап келе жатыр. Кәнекей, ал зерде тобы шы, ой, бәрекелді. Шеберлік тобы шығарып қойыпты, кәнекей. Тамаша. Қай топ болып қалды? Зерде тобы. Шабыт тобы болып қалды. Олай болса баяндаушылар келе қойып шығарып қойыпты. Ең бірінші дайын топ, иә? Яғни белгісі сан нешеге тең болды? Белгісі сан 4-ке тең болды. Өте дұрыс. Тамаша дұрыс. Ал бірінші көбейткіш нешеге тең болды? Қарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал енді біздің белсенді топтарымыз кім екенін айтып өттік, иә? Яғни шеберлік тобы теңдеу есепте ең бірінші шығарып қойды. Екінші шабыт тобы белсенді болды. Ал қараймыз да, келесі шығармашылық жұмысымызды шыңдау мақсатында көбейту мен бөлу алгоритміне берілген есептерден мәселелерді шығарамыз. Шығармашылық жұмыс. Уақыт 2 минут. Сіз оқиға бірінші дейді? Бір кітап сөресіне 24 кітап қойылды. Онда 7 сөре бар. Барлығы неше кітап қойылды? Келе ғой, тақтамен жұмыс жасаймыз. 96 конфетті 3 балаға тең бөлінеді. Әр балаға неше конфет дейді? Осыны шығарамыз тақтаға шығармашылық жұмыс ретінде. Келе ғой. Бәрекелді. Ғазиз оқи ғой. Шешуі 96 бөлу 3 тең 38. Әр балаға қаншадан беріпті? 38. Тамашайсың. Отыра ғой. Сезім. Бір сөреде қанша кітап бар еді? Бір сөреде 24 кітап. Ал осындай 7 сөреде қанша болады екен? 168. Тамаша, жарайсың. Рахмет. Отыра ғой. Тамаша. Келесі. 3-4 көбейтісі? Ой, бәрекелді. 2 көбейтісі? Ой, жарайсыңдар. Әрине келесі есеп көріп. 4-ші? Тамаша, жылдам жауап берді. 3-7 көбейтісі? Сары самауындағы шай
Мырза, бергендер, шай ішейік. Ой, мінекей Аруна шай алып жатыр. Кез келген санға нөлді көбейтсек, нөл шығады. Бәрекелді. Ал Айлана саған қандай сұрақ түспі? Көбейткіш көбейтінінің мәні. Саған көбейтіп алмаған компонент түспі ма? Жарайсың Ғазиза. Кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Тамаша. Отыра қойыңдар. Ең бірінші жолдан өткен кезде абай болып не істейсіңдер? Жолда жүрген кезде қауіпсіз ережені сақтаңыздар. Бәрекелді. Бұл жерге не жасадыңдар? Көліктерді көтеткен кезде көліктің ана жүгіріп өтуге бола ма, Әмір? Жоқ. Болмайды, я. Неге? Жолда жүрер кезде бағдаршамға қарау керек. Дұрыс, батыршамға қарау керек, иә? Жолда жүрген кезде бағдаршам қысыр болып тұрса, жүрмейді. Қандай керемет жауап берді, шабыт тобы жарай. Бұның бәрін өздерің соқтыңдар ма? Ой, бәрекелді. Есепте деген кезде лимана айта ғой, қалай есептегеніңді. 34 мен 2-ні көбейтілсе 268. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Тамаша. Сезім оқи ғой. 312 мен 3-ні көбейтілмесі тең 936. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Бәрекелді. 5-тен 5-тің бөліндісі Қанша болады? 5. Дұрыс. Айкүрім сенде қанша шықты? 121 шықты. Көрдің бе? Сенде қателескенбіз. Отыра ғой. Сабақты қорытындылай келе, үйге тапсырма, өз ойымыздан 3 таңбалы санды 1 таңбалы санды көбейтуге және бөлуге біз есептен құрастырып келеміз. Білім шам арқылы сендер бізге өздерінің бүгінгі ойларыңды жеткіздіре қойыңдар. Ал Бекмай айта ғой. Бүгінгі сабақ өте күшті өтті. Сол үшін мен жасыл шамды белгіледім. Қанша балл жинадың бүгін? Бүгін 10 балл. Тамаша. Ал Арай сенші? Бүгінгі сабақ маған өте. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Сол үшін жасыл шамды белгіледім. Тамаша. Қанша балл жинадық? 9 балл. Жарайсың. Ал Айлан айта ғой ойыңды. Бүгін біз сабақта бәрін түсіндім. Мен Жақсы шам беледің ба? Түсінікті болмаса бақ. Бөлу мен көбейтуді меңгердік ба? Жарайсыңдар. Бүгінгі мақсатымыз балалар 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтуді және бөлуді білу еді. Яғни бүгін біз 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлуді және көбейтудің алгоритмдерін білдік. Айсар айта ғой, ойыңды айта ғой. Бүгінгі сабақ жақсы болды. Бәрекелді. Түсінікті болды ма? Иә. Бүгінгі сабақ өте жақсы және түсінікті болды. Маған өте ұнады сабақ. Маған да өте ұнады. Тамаша. Беріле қойыңдар білім ағашына. Мен мынау шеберлік тобындағы балалардың қанша ұпай жинаған білейінші? Аруна қанша ұпай жинадың? Мен 10 ұпай жинадым. Бәрекелді. Ғайза сенші? Тамаша. Тұмар сенші? 9 ұпай. Тамаша. Айкөркем сен қанша жинадың? Мен 10 ұпай жинадым. Жарайсың. Азамат қанша жинадың? Мен 8 ұпай жинадым. Тамаша.